балаңызға хабарласып татуласыңыз деп айтып кетеді. Үйіне асығып кетіп, үйіне жетіп, карта сызады. Тұзақтарды құрып, сағат 9 болғанын күтеді. Ол күткендей ұрлықшылар үйге келеді. Есікке жақындап, балақай, есікті аш деп тұрғанда, Баздың ойыншық мылтығымен полиция ұрлықшыны жандық жеріне атады. Бирашаш есікке үңілгенде Кевин басын атады. Екеуі бөлек кетіп, Бирашаш жертөле есікке барады. Ал полиция ұрлықшы алдыңғы есікке кетеді. Алдыңғы есік жақтағы баспалдаққа су құйылып қойған еді. Сондықтан полиция баспалдақтан өліп құлайды. Ана жақта Бирашаш та жертөле есігіндегі баспалдақтан құлайды. Осылай бірнеше рет құлап, екеуі де есікке жетеді. Бирашаш жертөлеге кіріп, жіпті тартып қалғанда бетіне үтік құлайды. Полиция есіктің тұтқасын ұстап қалғанда алақаны күйіп кетеді. Қолын қарға әйтеуір дегенде батырады. Бирашаш төбеге көтерілетін есікке баспалдақпен көтеріліп келе жатқанда аяғына шеге кіреді. Ана жақта полицей келесі есікке кіргенде басы өртеніп кетеді. Ты труп, мальчик. Қайта шаш жағы өртенді. Басын қарға тығуға асығып зорға тығады. Екеуі жынданып үйге кіреді. Бирашаш айна жаққа кетіп қалады. Полицияны Кевин мазақтап қашады. Бөлменің есігін ашқанда бетіне мақта шашылады. Бирашаш айнадан кіргенде аяғына кішкентай ойыншықтар кіреді. Екі ұрлықшы бірін-бірін кездестіріп танымай қалады. Гарри? Какого черта ты снял свои башмаки? А ты какого черта переоделся в цыпленка? Кевин жоғарыдан айқайлап, екеуі асығып жоғарыға көтеріліп бара жатқанда, Эй, ребята, вы еще хотите? Или уже надоело? басына кішкентай бочка лақтырады. Полицияның алтын тісі түсіп, Крис! Что? Мне кажется, что ты потерял зуб. Что? Мой золотой зуб. Мой зуб. Я убью его. За мной! ашуланып төбеге көтеріледі. Кевин бөлмесіне келіп, үйінде екі ұрлықшы жүргенін айтып, полицияға келуін сұрайды. Бөлмесіне шығып қашып бара жатқанда, Бирашаш Кевиннің аяғынан ұстайды. Кевиннің көзі Баздың өрмекшісіне түсіп, қолмен өрмекшіні алып Бирашаштың бетіне қойып кетеді. Кевин қашып жоғары қабаттан ағаш үйге арқан істеп қойған. Кевин арқанмен ағаш үйге келеді. Кевиннің артынан екі ұрлықшы келіп, арқанмен өрмелеп бастайды. Кевин арқанды қияды. Екеуі төбеден құлап қалады. Кевин қашып бір үйге жертөле арқылы кіріп, төбеге көтерілгенде екі ұрлықшы төбеден ұстап алып, қинаймыз деп жатқанда, артынан шал келіп, бастарынан ұрады. Ұрлықшыларды полиция ұстап алып, түрмеге қамайды. Кевин таңертең тұрып, анасын іздеп жоқ екені есіне түседі. Сол сәтте анасы үйге келіп, Кевинді іздейді. Бір-бірін көріп, анасы Кевинді құшақтап алады. Осы кезде ағайын туыстары әкесі келіп, Кевинді құшағына алады. Кино соңында шал балаларымен татуласып, немерелерін құшағына алып жатқан жерден кино бітеді. Достар, сіздерге Один дома киносы ұнады ма? Ұнаса лайк басып, арнаға тіркеліп, өз ойларыңызды
комментарийға жазыңыздар. Сау болыңыздар.